балам қалай екен деп сөйтсем, мама сен өзің ойланып қарашы, ертең дейді да, ладно біз соны ойнатамыз, осы машинаны дейді да, сосын біреулер шығады ғой, анау ғой, мынау ғой, анау алаяқ қой деп айтады ғой, сіз Ағылаш тілі. тұр ғой ол. Бәріміз де хотим ол еңбекті. Біз де істей аламыз. Бірақ бара алмаймын, ондай нәрсеге бара алмаймыз. Біз намысымыз жетпейді. А бірақ алаяқтар барады. Знаешь, алаяқ О бастан. Аслан сөйлейсің ба, сөйлей ғой. Братан сөйлейсің ба? Мен эфирді жабайын қыздар, сосын мына кісілерді сөйлетейін да сөйтіп демалайын. Қызым ұрсып жатыр. 2 сағат болды дейді. Сүмелектер дейді. Сүмелекті айнадан қарайсыңдар. Сүмелек емеспіз. Аслан сөйлейсің ба? Братан сөйлейсің ба? Сүмелекті айнадан қарайсыңдар. Сөйлеген не айтам? Айтқыл. Мен сізге айтатын бір жақсы ақылым. Сіз өз басын қатты сыйлайын. Рахмет. Содан кейін біз Қазақстанға бәріне жек көрсетіп жатыр да, енді оны да білемін. Мені ма? Сізде. Менде мынандай бар. Маған пох, жек көресің ба, жақсы көресің ба, екі соның бір тиын, ешкім тегін маған. Айтқыл. Міне, қыздары негізі мықты қой. Мықты деген нәрсен, ол күштен нәрсе да. Ол екінің біріне берілмейді. Ол сізге берілген нәрсе, осы мінезден қайтпаңыз. Аман есен жүріңіз, осы балашаның алдында жүріңіз, күліңіз, ойнаңыз. Енді не айтып отқан, сіздің жауыңыз көп, сөзін ішін айтқан кезде. Сәл-сәл, мен шынымды айтқан кезде, мынау қазір тыңлап отыр ғой, біз бәріміз тыңлап отыр. Тез сөйлес болады. Тез сөйлес. Не дейді, жауың көп, абайла өлтіріп кетеді деп жатсыз ба? Соны айтқан келіп тұр ма? Жоқ, онда емес. Мен онда қорқып отқан соң, мен де қорықпаймын. Мен Қазақстанда, Шымкентте жүрмін ғой. Мен сондықтан мен айтамын. Мен сізді өз басым қатты жақсы сыйлаймын сіз. Сондықтан мен айтып отырмын. Сіз ертең сізге бір итік істеп кетуі мүмкін да. Мен білмеймін, ол қалай не істейді, мен білмеймін. Бұл түсіндім, рахмет аға. Уайымдамаңыз. Пешенеге таңдай тұрам ба, тұрмайым ба, бұның барын бір құдайдың жазмышы болады. Сондықтан бір Алланың қолында пешенеме не жазды, соны көрем. Бірақ менің мына жүрегіме күрескерлік жолды салды ма, мен күресем. Мен күрессем де, күреспесем де, мына жердегі Алланың жазғаны болады. Азанда тұрам ба, тұрмайым ба. Сондықтан мынаны қорқудың қажеті жоқ. Маған 2 қойың 1 сом, ешкім тегін. Ай, сіздің жүректі маған берсе бар ғой, я? Мен өлімнен қорқпаймын, себебі өлімді де беретін Алла, өмірді де беретін Алла. Сондықтан ешқайсысын қорқпаңдар. Үйде отырып, жамбастап жатып, суға шашалып өлесіңдер, на то пошло. Алланың берген тұздамы таусылып атса. Анадан қорқып, мынадан тоңқайып, қорқып өмір сүргенше, тік тұрып, қайқайып өлген артық. Сол үшін тік тұрып күресуге үйреніңіздер. Түсініңіздер ма? Қашанғы тоңқайып жүресіздер, тоңқайып құлша өмір сүргенше, тік тұрып, қайқайып тұрып күресіңдер. Бәрібір өлесіңдер. Бүгін келмесе ертең келетін өлім, өмір бар жерде өлім хақ. Зато сен артыңдағы бала шағаға, халыққа, қазақтың өміріне титтей да болса үлесің қосылады. Қашан тоңқайып жүресіңдер, тірінің, өлінің қатарында жоқсыңдар, жүрсіңдер әйтеуір. Өзің қорқып қашып кет, мен қорқып қашып кетпеген. Мен көп ақша табу үшін, туған балаларымды Европаны көрсету үшін кеткенмін. 23 жылы жұмыс визасымен. Түсіндіңдер ма? Мен құлша қызмет еткім келмейді Тоқаевтың, Назарбаевтың қатын қалашын байыту үшін. Менің бала шағам шетел көру керек. Міне Аллаға шүкір, алды келді шетелге. Арты жақында келеді. Ел көреді, жер көреді, ұшаққа мініп отырады. Міне
француздармен араласады, немістермен араласады, итальянецтермен араласады. Сендердің үйлеріңде, жан жақтарыңда жүрген қора қопшықтың арасында немесе жаңағы костоправтың жанында жүрмейді. Әрине жетесіңдер арманға. Армандай білу керек. Арманға мақсат қою керек. Тіл білмейтін 2 жасар баласын тастап қайсысын келе аласыңдар, айтыңдаршы. Тіл Мақсатты білмейсіңдер. да арам оймен қоймау керек десейші, ұрыс Вот болады. именно, мен Аллаға шүкір. Адал мақсатым болды. Менің мақсатым болды Адал 19 мақсатпен жылғы. қою керек қой, Шетелге қаншама қарғыс алып барамын. жатыр. Иә, бала шағамды ел көрсетем, жер көрсетем, халқыма қызмет еткім келеді. Қанша тауып жатсыз дейді. Тауып жатырмыз, шүкір. Депутаттың айлығынан көп, министрдің айлығынан аздау. Сол министрдің айлығынан тапсам ба деп қазіргі таңда 13 сағат жұмыс жасап жатырмын. Жақында министрдің айлығын аламын мен. Так что сондай уборка істеймін. Аллаға шүкір, алаяқтықпен тауып жатқан жоқпын деп айтсайшы. Иә, арымды сатып жатқан жоқпын, кісінің ақысын жеп жатқан жоқпын. Альхамдулилля. Халықты алдап жатқан жоқпын алаяқтар сияқты. Вот нағыз еңбекпен тауып, анша-мұнша адамдар бармайды шетелге. Жүрек жұтқан адам бар. Жетпейді, жанна духы жетпейді. Мен де барып келдім деп отырмын ғой. Помнишь, мен барған кезде мен таныстым ғой. Осы жаңадан 2 жыл бұрын келдім мен. Сол кезде Айткүл екеуміз танысқанбыз. Сол кезде мен барам деп жүргенбіз ол кезде. Сен енді TikTok ашып, енді 2022 Бағила өз жайымда жүрмеймін, себебі Қазақстан ол менің отаным. Қазақстанда менің 2 метр жерім бар, маған тиесілі. Түсінің бе? Мен ол 2 метр жерге Қытайды, орысты еғылғым келмейді. Өз жайыма жүре алмайды екен. Мен өлсем де ол елден мен 2 метр жер алуым керек. Мені көметін жер. Сондықтан мен күресемін. Ұнаса да сол, ұнамаса да сол. Бірақ 2027-те мен келем елге. Мен сендерге сөз берем. 2027 жылы мені күтіп алуға дайындалыңдар. Түсіндіңдер ме? Мен келем 27-те. Сол кезде шығыңдар менің алдымнан. Көзіме тіке қарауға дұқтарың жетсе. Беркут сенен бастап. Мені өмір бақи 2 жылдан бері желептеп келетсің ғой. Беркут сен келесің менің алдыма. Ол былай ғой. Ол мынау жерді ойламайтын қазақтар, олар жерленбейді, олар өртенетіндер ғой. Және оларға жер керек емес. Иә. Не қылды дейді. Иә, 2027-те мен елге келем. Мені жәлеп, қашқын, Әбләсіптің проституткасы деп жүргендер дайындалыңдар, жарай ма? Аэропорттан түскен кезде қатармен тұрып, менің көзіме тіке қарайсыңдар. 2027. Оға шейін мен кішкене пландарым бар, жасап алайын. Гүл алуды ұмытпаңдар, Гүл алуды ұмытпаңдар. Астананың аэропортында, или Шымкенттің аэропортында күте бересіңдер ғой. Қай жақ тура келеді сеха. Масқара, олай айтпаңыз. Паразиттер көп бізде паразиттер деген жетеді. Мен сенімдімін, 27-те келеміз. Ой, пиздес шығарсын. Конечно, пиздес болған екен, уверен болып айтып отқан жоқпын ба? Мен пиздеспін. Сондай ғой, пиздес болғаннан кейін уверен болып айтып отырмын. 27-ге дайындалыңдар. Қойларың болса, тоқтыларың болса, ондай не қылсаңдар болады, не дейді андай. Борда қылаңдар, жарай ма? Бізге соясыңдар. Қуып кеттің ғой, дұрыс әңгіме. Айткүл, қарашы. Қазір біздің қоғам бір күнді қарның тойғанымен риза болып жүр. Бір күнді, біріншіден. Екіншіден, бала шағаның қамы қойдық қояды. Өтірік алдап жүр. Өзінде және бала шағасында өтірік алдап жүр. Егер бала шағасының қамын ойлайтын қазақ болса, онда сол бала шағаның бір күндік қарны емес, болашағын ойлау керек та. Мемлекетті қалама өзінің, әлде құл болып кете ма, не Қытайға, не орысқа деп. Көріп отырсың ба? Bir күн ашқасын өлмейді. Но, мынау болашағын ойлайтын азаматтар ғана осы шындықты айтып, мына егемендігімізден айырылып қалмасының әрекетін жасайды. Мына жоғарыда отырған СК КПС-тен қалған тұқымдардан құтылуға тырысады. Өйтіп айтқан жоқ. Жоқ, 30 күн оразада да 7 күн аш қалсаңдар да шыдайсыңдар.
дұрыс па? Аш қалып кетуден бала шаған, біз мен жұмыс жасамасам аш қалып кетеміз ғой, үкімет қамап тастаса аш қалып бала шағам аш қалып жоқ, сен өлсем айт, тіршілігін жасайды, бірақ сол бала шағаның тіршілік жасайтын болашағын жасай алмай кетсеңдер, жасай алмай өліп кетсеңдер, вот сол кезде қасірет болады бала шағаның болашағы. Қазір тірі кездеріңде бала шағаның болашағы үшін күресулерің керек, әрбір қазақ ер азаматы. Зато елімде паразит, бізде елде отырмыз, бізде елде отырмыз, паразит. Жоқ, елде отырған қаншама белсе аватар, жарайды, мен қатын қалашпын ғой, Құдай ау, мен қатынмын, мен не істеймін, мен не пайдам тиюі мүмкін? Еркек сендер отырсыңдар ғой, пайдаларын тигізсеңдерші. А че, мені президент қойып, мен көттеріңнен теуіп жұмсағанды қалап отырсыңдар ма? Президент болайын мен. Ол өзі бар ғой, біреулердің астында жүрген бауырлары біреулері ғой. Сен айтып отқан біреулердің бауырлары, ол әшіне жазып отқан жоқ ол. Әрекет емес, үйлердің участковый бастап памперс құттарына жіберіп қояды олар деген. Мен таңғаламын осындай жігіттерге ше, елге бағана айтты ғой, сен елге, Мақсат деген ба, Мақсұт деген, сен елге кеп айтсай деп қояды да. Елге барып мен айтып көтіңнен теуіп жұмсасам, мына әйел кісі менің көтімнен теуіп жатыр, мына әйел кісі менің орныма сөйлеп қойды, мына әйел кісі менің орныма таққа отырып қойды, мына әйел кісі менің орныма жаңағы мәселе шешіп қойды деп намыстанбайсыңдар ма, жігіттер? Айтыңдар, намыстанбайсыңдар ма? Мына қап-қара шаш шалбараған қатын бәріміздің орнымызға сөйлеп қойды. Біз сөйлейтін жеріміз еді, біздің жөніміз еді осы жерде сөйлейтін деп намыстанбайсыңдар ма? Жігіттер. Ол кезде намыстанбайды. Майсыз кіріп кетеді. Біздің майланып кіретін жеріміз болса емес. Қатындарды алып алатын болды қазірше, біздің Қазақстан жігіттері бар ғой, өзінен 10 жас үлкен қатындар. Асырайды ғой? Біздің негізі әйелдер мықты болып баратыр, негізі бар ғой қазақтың әйелдері. Амалдың жоғынан ғой, амалдың жоғынан. Мойындап отыр. Ез болғаннан кейін. Мойындап отыр. Ана қазақта мақал бар ғой, сөз бар ғой. Амалымның жоғынан байға тиіп бара жатырмын деп, амалымыздың жоғынан ер мінезді болып бара жатырмыз. Әйел екенімізді ұмытып кеттік қазір. Ұмытып кеттік, нәзік әйелдің нәзіктігі деген теманы ұмытып кеттік. Тек қана байдың ғана қатындары білет әйел екенін, нәзік екенін, 5 литр суды көтер алмайтынын тек қана байдың қатындары ғана, шенеуліктің қатындары ғана білет. Дұрыс па? Ал қарапайым қазақтың қатындары натопашлы бір қойдың етін көтеріп кете береді қазір. Себебі еркегі оның ез. Дұрыс айтасың, ер адамдар қиын. Еркектің орнына бір отбасыны бағып отқан қаншама қазақтың мықты қыздары бар. Әйелдік нәзіктікті ұмытып, бізде білеміз қайтып ырбаңдауды, қайтып еркелеуді, қайтып гүл алуды, қалай боянуды, фитнеске баруды. Бірақ оған бізде мүмкіндік жасайтын бізде ер азаматтар болып тұрған жоқ қарапайым қазақтың қыздарында. Жағдайыңызды жасаңдаршы, вложениені салыңдаршы әрқайсысың қатындарыңа. Сен әйелсің ғой, нәзіксің. 3 келіден артық көтермедеші, ол саған ырбаңдағанның көкесін көрсетеді. Қалтасына ақша толтырып фитнеске жіберші. Анау Сабина ма, кім анау көтенің көрсетіп жүрген? Сабина емес, Сабинадан сұлу сенің қойныңдағы қатының, сені вложение салсаң. Сен оны вложение салмай, мыстан кемпірге айландырып отқан өзің аузындағы тісін түгілдіп бермей отырсыңдар. Бүкіл былай айтсашы, еркектер просто қазір бәрін айтпаймыз енді топырақ. Бірақ көбісі қазір Амилай, көп қой енді. Ника. Жоқ, бәрін айта бер. Мен жаңадан айтып кеттім ғой. Не үшін олар қызға айналып баратыр? Өйткені қыздар күшті болғандықтан қызға айналып баратыр. Олар өздерін беріп тастады. Мәссаған деп. Қазір TikTokта кепім келеді вообще. Сол себептен вообще скоро вообще сөйлей алмай қалатын шығарсыңдар. Потому что қанша ер азамат жүрді қасында, анау алаяқ жасап жүр, бір жетті қасында. Жоқ, не алайыншы мен, показать жіберіңіз дейді, показать. Маған біреу жазып жатыр, ақберен. Ладно, мен андай эфирдан шығам, аға. Райымбек аға, рахмет, Жанна, рахмет. Іштерің толып кетті ғой,
ойбой мақұл. Рахмет, Рысбаланы соттатып болдың Жылдам ғой. бері. Рысбала скоро сотталады, оның былығы өте көп, және ол халықтан жеген жымқырған ақшасын біраз кісілерді тойдырып алсын, алмақтың да салмағы бар, беріп алсын. Сосын шешіледі. Үкімет өзгереді, дайын болыңдар, халқым, дайын болыңдар, үкімет өзгереді, мен келем. Жарай ма? Гүлдеріңді, жаңа бордақыларыңды дайындаңыздар. Біз келеміз елге, Алла қаласа. Давайте, жақсы. Жана, сау болыңыз, қарындасым, рахмет. Әмин дейді, иә. Көріп тұрсыздар ғой, бәрі жақсы болады. Жақсы, Айткүл. Жақсы, маған жазып жатыр мұнда. Мәселелерім бар еді, сөйлесетін.